Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір қазақ тілі пәні 3-ші сынып. Тақырыбы сан есім су. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаты сөйлемнен сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есім, етістікті табу. Шығармадағы кейіпкерлердің мінез құлқы мен іс-әрекетіне және құбылыстар мен оқиғаларға сүйеніп, сюжеттің дамуына болжау. Бөлім: тілдік нормалардың қолданысы, тыңдалым және айтылым. Бөлімше: грамматикалық нормаларды сақтау, оқиғаны болжау. Ортақ тақырып: су тіршілік көзі. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақ. Бірге ойланайық. Кітабымыздың 78-ші бетіндегі 21-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда. Су. Күн төбеңді тесердей шақырайып тұр. Асан үйінен шығып, малды ауылдағы атасынікіне беттеді. Демалыс кезінде атасына барып, сәлем бермекші. Орта жолға жетпей-ақ шөлдей бастады. Бекер қуырдағы жеген екенмін деп ойланып кетті. Әбден шөл қысқанда ерні кезеріп, тамсанып қояды. Шіркін, бір ұрттам су болса ғой. Кенет ойна жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне, аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып жіберіп, уыстап су іше бастады. Тап-таза, мөп-мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінді. Шөл дегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңке жетпес. Неткен рахат. Балалар, енді мына сұрақтарға жауап берейік. Асан қайда бармақшы болды? Ол неліктен шөлдеді? Жолда не кездесті? Бұлақтың суы қандай? Бұлақтың суы неліктен ерекше болып көрінді? Кітабымыздың 79-ші бетін ашайық, 22-ші жаттығуға назар аударайық. Орны ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп жаз. Теңіз одан әлде қайда көп. Жер бетінде 4 мұхит бар. Олардың саны 30-ға жетті. Сан есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Енді кітабымыздың 79-ші бетін ашайық. 29-ші жаттығу. Ойлан тап, ол қай сан? Оңынан оқысаң, ол сан. Терісінен оқысаң, ол сан. Қане балалар, ол қандай сан екен? Тауып көрейік. Енді сергіту жаттығуында жасап алайық. Қане бәріміз орнымыздан тұрамыз. Жоғары қолды көтеріп, алақандырамыз. Қолды алға созамыз. Саусақты да ашып жұмамыз. Қолды белге қоямыз. Бір отырып, бір тұрып, бір тынығып аламыз. Кітабымыздың 79-ші бетіндегі 24-ші жаттығуға назар аударайық.
Құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жаз. Үлгі, кісілік. Балалар, дәптерімізге осы сөздерді жазып алайық. Балалар, үйге тапсырма 79-шы беттегі 25-ші жаттығу. Мақалды оқып, жатқа жазамыз. Бір кісі қазған құдықтан 1000 кісі су ішеді. Сын есімнің қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсетеміз. Мақалдың мәнін түсіндіреміз. Кері байланыс ТВ-шоу әдісі. Бір-бірімізге балалар сұрақтар дайындаймыз. Сол сұрақтарға жауап береміз. Мысалы, бүгін оқып білгендеріңіздің ішінде ең маңыздысы не болды? Қай сұрақ есіңде қалды? Сен үшін қиындық тудырған тапсырма болды ма? Қай тапсырманы орындау барысында сен қиналдың? Бұл неліктен деп ойлайсың? Бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергендеріңді алдарыңдағы стаканның суретінің бірін таңдау арқылы білдіреміз балалар. Түсіндім, түсінбеген тұстарым бар, толық түсіндім. Сабақ аяқталды балалар, сау болыңдар.